Cennette қай тілмен сөйлейді? Жүрек тілімен сөйлейді. Cennette жүрек тілімен сөйлейді. Бізде жәннетке бару, жәннетте қай тілмен сөйлеймін? Арабша тіл десе, қазір арабша үйренейін деп жүрсің. Бір айтты, жәннеттегі хор қыздың шашының цветі қандай болады? Блондинка бола ма, каре бола ма, жоқ, брюнетка бола ма? Қандай цвет болады? Енді сізге айтсақ, жәннеттегі хор қыздардың шашының цветі мынандай десек, сен о жаққа барамай қалсаң, какая разница? Арабша сөйлейме о жақта, вообще сөйлейме о жақта, сөйлемейме, какая разница? Барғаннан кейін өзің көріп ал, сол баратын жолды сұра. Сол жәннетке қалай барам? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи да солай сұраған ғой. Жәннетке қалай барам дегенде, уъбуду рахман, Аллаға құлшылық қыл, ва ат'имут таам, қарны аштарға тағам бер, ва ашфус салам, ағайынға, таныған танымағанға сәлем бер, ашықтан ашық деді. Удхул жәннәті бисалам. Содан кейін жәннетке амандықпен кір деді. Мәселе осы да жаным. Ол егер жәннеттегі цветін білесің, жәннеттің қабырғасы судан тұрғызылады дейді. Оны білесің, иісін білесің. Барамай қалсаң, вот это проблема. Сондықтан жаным ол қызықпасын сен. Иә, біз ана адамдарды жігерлендіру үшін, адамдарды тарғиптейді, қызықтыру үшін жәннет нандай, нандай деп айта береді. Бірақ барғанға Алла нәсіп етсін, соны тілейік. Ал енді бүгінгі айтатын тақырып. Сауалдарды сәл қысқарта тұрайық. Сіздерге бүгін бір ерекше ұйқы туралы айтқым келіп тұр. Осыдан бастағанды жөн көрдім. Өз барлығымыз ұйықтаймыз. Аллах Тағала уәл-лейли иза яғша, түнді тыныштық үшін, құлшылық үшін, түнді бізге жамылғып жаратты. Сондықтан түндегі құлшылық бұл Алланың алдында да жаққан құлшылық болады. Түн бұл мұсылмандарға, Алла адамзатқа берген Алланың сыйлығы деп түсініңіздер. Түн өмірде күнделікте жатып, жүректі демалдырып, ағзаны демалдырып жасайтын дүние. Бірақ соңғы уақытта өкінішке орай, телефонның бір әсері ма, адамдардың бір беймаздығының әсері ма, әйтеуір не керек, күніміз, түніміз көп адамдар әсіресе мынау жастарда ауысып кетті. Осы ұйқы мәселесінде ұйықтау парыз болады. Егер адам құлшылыққа зияндық келмейтіндей, ертең күні ләйліп басың бір жағына бүйтіп ауырып намазды қалдырмайтындай дәрежеде, күндіз ризық табуыңа кедергі болмайтындай дәрежеде ұйықтау бұл парыз болып табылады. Яғни ұйықтау парыз емес деп айтамайыз. Ұйықтау парыз. Намазда тұрып не оқығаныңды білмей адам баласы ес ауып қалатын болса, ұйықтамаудың себебімен адам күнәлі болады. Сондықтан ұйқы белгілі бір дәрежеде құлшылыққа пайда келтіретін, яки құлшылыққа зиян бермейтін дәрежеде ұйықтау Алланың алдында парыз болып табылады. Құлшылықтарға ерекше қуат беретін, яғни мысалы положенный 4 сағат, 3 сағат ұйықтадың, ұйқың қанды. Енді десе де ұйқы аз болып қалса не істейді адам? Есіне бастайсың. Намазда есінесең, намазды бұзылмайды. Бірақ сол намазда да есінмеймейін. Тахаджудке жақсы тұрайын түнгі намазға. Одан кейін түске дейінгі басқа да құлшылықтарға 5 уақыт намазға әсері жақсы болсын деу үшін, бүйтіп ұйқыңға маужырамау үшін қосымша ұйықтау бұл сүннет дәрежесіне дейін көтеріледі. Яғни бұл дұрыс нәрсе, мұстахаб. Яғни намазым дұрыс болсын деген сөз. Одан кейін тыйым салған ұйқы болады. Шариғатымыз тыйым салған ұйқы болады. Бұл уағыз айтып жатқанда, Құран оқылып жатқан жерге келіп алып ұйықтау, отырып жатып айырмашылық жоқ. Осы нәрселердің барлығы тыйым салған ұйқылар болып табылады. Енді бұны 8 түрлі нелер келеді, түс. Ұйқы, наумул афла, наумул шақауа, наумул лағна, ұқуба, наумул рахма, наумул рухса, наумул хасра деп 8 түрлі ұйқыны ғалымдарымыз бізге айтып берген. Ішінде біреуі ғафлатта қалған, яғни уағыз айтып отқанда бүйтіп кейбір кісілер болады, мешітке келіп алып, мынандай қабырғаға сүйеніп алып, бүйтіп маужырап ұйықтап отырады бүйтіп. Осыны наум, наум деген ұйқы деген сөз, наумул афла. Мына таң намаз оқитын бәрі біледі. Ертең таң намазын айтқан кезде азан айтыңыздар үйден жын шайтанды қуу үшін, қазір ол туралы айтамын. Сол ұйқыны жақсы халге келтіретін, ұйқыны жақсы халге түсіретін кезде ас-салату хайру минан наум деп ұйқыдан намаз жақсы деп азаншы айтады 2 рет. Бұл таң намазда ғана айтылады. Егер ұмытылып қалса ештеңе етпейді, 2-ші рет азан айтылмайды. Қысқасы осы ұйқыдан намаз жақсы деп осы нәрсе айтылу керек. Яғни құлшылық дәреже, ғибадат, жақсы сөз болып жатқан кезде ұйықтап жатқан адам ғафлатта, яғни қаперсіздікте, уайымсыздықта қалған ғафлет дейді ғой, енді қазақта да бұл сөз бар. Халқымызда осы ғафлетте қалған ұйқы болады. Наумул лағна. Бұл
күн батып бара жатқанда, немесе үлкен бір ғибадаттарды тастап, парыз ғибадаттарды тастап ұйықтаған ұйқылар бұл тіпті қарғыс ұйқыға дейін көтеріледі. Енді наумур рахма жақсылық рұқсат бар, рұқсат етілген. Бұл дініміз рұқсат берген рахым ұйқысаты, бұл бесінен бұрын, яғни қайлуля деп айтылады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұйықтаған. Бұл жақсы. Наум деген сөз, наумус шақауа біл уақыты сала, намаз уақытысында, яғни мән бермей ұйықтау, бұл адамға бақытсыздық алып келген ұйқы болып табылады. Бұны атамыз қазақ ерте тұрған еркектің бір ісі артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп, сол іспенен ырысты осы намазға, таңның берекесіне халқымыз байлаған болып табылады. Енді ұйқының ішіндегі әдептер туралы бір-екі ауыз. Мен қысқа айтам, өйткені айта берсе бұл тақырып 19 баптан тұрады екен. Бұның бәрін санай бергенше ішінен нақтысын сіздерге қажеттілерге ғана тоқтап берейін. Ұйқының әдептері. Көп адам айтады, ұйқым дұрыс емес, жаман түстер көрем. Одан кейін барып ұйқыда булғам, немесе қылқындырады, бастырылам деген сияқты нәрселердің қазір басын шетін ашып беретін болам. Біріншісі, ерте жатуға әрекет қылу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құптаннан кейін, кешкі намаздан кейін қонаққа бармайтын еді, және қонақ қабылдамаған дұрыс деп айтылады. Неге? Өйткені бұл ұйқыға кететін, құптаннан кейін адам ерте жатқаны дұрыс болады. Біз сағат, мысалы, құптанымыз 8-9-да болса, 11, 12, 1, 2, 3, 4-ке дейін жүріп алатындар бар. Өзі жүрмейді, бүкіл елге тақыр-тұқыр етіп, не көршілерге тыныштық бермей, не үйдегі балаларға тыныштық бермейтін, бұл жақсы нәрсе емес. Яғни адам шама келгенше ерте жату керек, балаларды да ерте жатқызуға үйрету керек. Кешке қолдарынан телефондарын алып қойыңыздар, шамаларыңыз жетсе. Яғни бұл дұрыс нәрседен сөз. Алланың рахымын алып келетін ерте жатсаң, ерте тұрасың деген сөз болады. Келесі, дәрет алып жатуды әрекет қылыңыздар. Дәрет алып жату міндетті емес, бірақ сүннетке жақын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жақсы амалы, жақсы көрген істерінің бірі, әрі мұсылманға бір жақсы тазалық менен игілік алып келетін дәрет болып табылады. Дәрет алып келіп жату бұл тамаша дүние болып табылады. Осыны дәстүріңізге айналдырыңыз. Дәрет дегенде жаңа 4 парызын орындау арқылы, және сүннеттерін орындау арқылы келіп жату болып есептеледі. Келесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жатар кезде аузын сивакпенен аузын тазалаған. Енді кейбір адамдар мисуакпен қазіргі уақытта мынау зубной пастаны шатастырып жүр. Әлбетте зубной пастада тазалық қалып келеді, бірақ мисуактың ішіндегі, мына ағаштың ішіндегі болған ферменттері адамның өміріне де, ұйқысына да, тісіне де, денсаулығына да пайдалы. Егер ол болмаса, әйтеуір тісіңізді зубной пастамен болса да жуып жатсаңыз, бұл жақсы болады. Келесі, екі бас намаз оқып жатасыз, шамаңыз келсе, одан қалса оң жаққа жатасыз. Оң жаққа жатардың алдында Құл ағуду би раббил фалақ, құл ағуду би раббин нас, құл хуаллаху ахад, құл я айюхал кафирун. Бұны тәжік тілінде чор құл дейді. Яғни 4 құлды айтып ұйықтағаныңыз жақсы болады. Бұған қоса, егер сүре білмейсіз, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман қорғаны деген кітапта келген 4 дұға бар. 4 дұғаның 4-ін жазыңыз, жаттап алып оқыңыз, немесе бетіп кітапқа қарап оқып, әшкеймен оқып, бұлай шетке қойып жатсаңыз да болады. Келесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрайды екен сахабалардан, кім Абу Замзамдай бола алады деп. Сонда сахабалар сұрапты, кім ол Абу Замзам? Неге соны мақтайсыз дегенде, Абу Замзам күнде жатар кезде дұға қылады екен, сондай бір кісі. Ол кісі, кім мені ренжіткен болса, мен оны кешірдім. Кім мені ғайбаттаған болса, мен оны кешірдім. Кім маған жаманшылық жасаған болса, мен оны кешірдім деп, жүрегін тазалап, ешкімге кек, реніш алмастан, Аллаға бәрін табыстап қойып, жүрегін спокойно жатады екен да, тыныштықпен бір ойын жинақтап жатады екен. Ешкімге реніші жоқ, бет тістеніп, ананы жейін, мынаған бүйтейін деген ойын бәрін тазалап жатады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін мақтаған. Демек, жататын кезде тәуба қылып жату, біреуді кешіріп жату, және Құдайдан кешірім сұрап жату, бұл аса маңызды нәрсе болады. Келесі, біреуге реніші болса, сол ренішті де жіберіңіздер дедік.
Егер адам ренішті жібермесе, бастырылуға бірден бір себептің бірі осы екен. Адам бастырылатын кезде, енді оның 11 себебі айтылатын жерде, 11 себебін айтсақ, қазір уақытымыз жетпей қалайын деп тұр. Сондықтан соның ішіндегі 4-шісі біреуге реніштігінен басталады. Адамның біреуге реніші оның рухының тырысып, түнде бастырылуының бірден бір себептері де осы болып табылады. Келесі, жатар кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәрет алмаған жағдайда, немесе дәретіңіз бола тұра, мынау хадисте келеді, майлы қолмен, яғни қолында май, тамақтың майы, неке болмаса сүт ішіп, аузындағы май, жуып май, қолын жумай жатқан адам болса, өзі тапқан ауруға өзінен басқа ешкімді кінәлі көрмесін дейді. Яғни мә мин нәма ва фиядихи амар. Кімде кімнің ұйықтар кезде қолында май болса деді пайғамбарымыз, валам ясилу, қолын жусын деді. Егер ол қолын жумаса, фа асабаху шайун фа. Онда ешкімге өкінбей қойсын, ешкімге жалынбай қойсын, келетін нәрсе өз басына келеді, ешкімнен көрмесін өз проблемасын деді. Келесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйреткен нәрсенің бірі отты өшіріп жату. Отты өшіріп жату деген сөз, бұл жерде бәрі кіреді. Свет, шам, осы нәрсе келеді. Егер адам қорқып, немесе баратын включатель деп айта берейін, түсінікті болсын, өшіріп жағатын, не дейміз оны? Сөндіруші. Свет жағып өшіретін айтыр. Включатель қазақша. Включательді жет табылмайтындай болсаңыз, онда соған кішкене бір шамды жағып қойсаңыз, бұның залалы жоқ. Егер сізге қажетті болса, қалат, қажетті болмаса, өшіріңіздер. Бұл сүннет болып табылады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың атын айтып, есікті жауып, есікті құлтауға үйреткен бізді. Есікті құлтауға үйреткен. Есікті жауып, Аллаға тәуекел етіп жату. Одан кейін есікті жапқан кезде бір қағида бар. Ұмытпаңыздар. Үйден шығар кезде де, үйге кірер кезде де, үйді құлтар кезде де бисмилла. Анау Мөд Исмаил деген бар, тағы да реклама жасап қойын ағамызда, сол бал сататын ағамыз бар, сол кісі бисмилла, Алланың атымен деп айтылды, бисмилла, Алланың атымен деген сөз. Сол Алланың атымен есікті жауып құлтап жүріңіздер. Есікті құлтағанда Алланың атымен құлтасаңыздар, бұл есіктен ішке қарай шайтан кірмейді. Жын шайтан үйге, анау мына стенадан кірмейді. Ана Каспер деген бір мүтпілім бар еді, ол кіріп кете береді дейді. Жоқ, ол жын шайтан есіктен, терезеден кірмейді. Жын шайтан міндетті түрде есіктен кіреді. Сол есіктің анау аяғына қарау, босағаны қадірлеу, босағаны сыйлау, босағаны таза ұстау, босағада дұға оқу, босағаны кермеу, қазақтың салты бойынша, босағада таянбау, осының бәрі бекерден бекер емес. Сол үшін, яғни бұл біздің салтымыздағы бар нәрсе, міндетті түрде сол есікте босағада дұға аттап кіру, және дұға оқып кіру. Одан кейін жатар кезде егер бөлмеңіз кухняға, ас үйге жақын болатын болса, тіпті ас үйге жақын болмаса да, үйдегі ыдыс-аяқ, тамақтардың беті жабылған болу керек. Табақтардың бетіне жабылмаса, бұл адамдардың дастарханына үйінің барлығын жын шайтан басады деп келеді кітапта. Сондықтан жын шайтан жаман түс көруіңіздің, жаңағы бастырылуыңыздың, тағы да басқа ауруға қалдыруыңыздың себебі сол. Медицина жүзінен, енді мен жарайды, мына жағын айттық, дін жағын өзіміздің заманауи айтатын болсақ, біздің дастарханымыздағы табақты, дастарханы мынау салақтау әйелдерге, салақ келіншектерге айтып жатырмын. Тек қана қыдыруды жақсы көретін, қыдырып ішкен, оңай істеп жүрген кісілерге. Егер дастарханның бетін жаппасаңыз, онда сіздің үйіңізге, ас суыңызға жын шайтан араласып, ауруға алып келеді. Сондықтан міндетті түрде әйел кісілердің үйде дастарханның бесті түнде жабық болғаны бұл салтымызға да, медицинаға да, өмірге де аса пайдалы. Бір жігіттің әйелі сәл салақтау екен. Сол кезде айтты дейді ғой, үйге мысықты бақтым деп. Не болса, ең болмаса мысықты жалайды ғой деп, әйелім ыдыс-аяқты жүнде жуып қояды деген екен. Одан кейін кейбір ыдыстарды көмкөріп қою әдеті бізде қалыптасқан. Бұл салтта жақсы, бұл дінімізде де бар дүние. Ыдыс-аяқтарды жуғаннан кейін аударып көмкөріп, енді аударайын десем су бар екен, сондықтан бүйтіп аударып кездерсен көмкөріп қою. Ең кем дегенде дастарханның клеенканы қайырып қою, немесе бетіне шүбірекпен, немесе газетпен, бір нәрсемен дастарханның бетін жабу, бұл біздегі салтымызға, дінімізге сиятын дүниенің бірі, және бұл тікелей ұйқыға да әсер ететін жайт екенін біліңіздер. Ұйқы, сол ұйқынымны
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жатар кезде тамақты аз ішуге шақырған. Енді біз қазір оразада енді бұны реттеуіміз сәл қиындау, өйткені біздің қазақ дастарханын мол қылып жайып, одан кейін жемесең өкініп, бізде молдалардың бәрін семіртіп жіберетініміз сол. Сіз неге жемейсіз? Неге сіз қандай молдасыз деп аузынан тықылай береді. Ол баяғы сөз 2-3 жерге барған, әрең отырады құсқысы келіп, айта алмай, жүрегі айнып, бірақ амал жоқ сіз үшін жейді. Сондықтан оны сынамаңыздар, жейтін адамды қинамаңыздар. Яғни шама келгенше айтпақ болғаным, аш жатуға, яғни аш деген аштан қиналып жат деген сөз емес, бірақ міндетті түрде қараған жақсы болады адамның жағдайына. Егер өзіңізде тоймай қарны сәл, кішкене бір жартысына су, бір жартысына тамақ болып жатқаны жақсырақ болады. Келесі, ұйқы келмесе дұға қылуды ұмытпаңыздар. Егер адам ұйқысы келмеді, жаттыңыз, былай жаттыңыз, ұйқыңыз келмей жатыр. Енді дұға айту керек. Жаман түс көрсететін болсаңыз, яки болмаса жаңағы нас, фалақ сүрені оқыдыңыз, ұйықтап қалғанға тырысу керек. Оң иығымен жатады. Аяттарды оңыңыз оқып болғаны, оң иығыңызбен қолыңызды жатасыз. Түнде аунаған кезде былай басың диван жағын мына жағына шығып, аяғың космосқа шығып, сәсеттің үйіне кіріп кететіндер бар, домалап. Сол кетсеңіз енді кете бересіз, ол сізге қарамайды, бірақ сол моментте, яғни сол сәтте сізде ұйықтаған кезде оң иыққа жатасыз. Бұл салтымызда бар дүние. Одан кейін қыбланы теппей жатуға әрекет қыламыз. Қыбла жағын қазір шығару қиын емес. Егер сіздің диваныңыз қыблаға қарап тұрған диван болса, мынау бас жағы болатын болса, төсек осылай, сіз жастығыңызды былай қойыңыз да былай жата беріңіз. Сіздің мына диванға неге сен правиланы бұзасың деп налоговый мен антикор келмейді сізге ше. Сондықтан көп адам айтады да, қыбла былай, мысалы былай. Бірақ менің басым былай тұр, төсек есікті ашасың, есікті ашқан кезде көп үйлерде де солай басы былай тұрады, сіздер жақта тұрады, аяғы бер жақта тұрады. Енді осылай тұрғандығы үшін мен енді қалай мынаны қыламын десе, төсекті ауыстыра алмаймын, өйткені мына жағы мынандай бар, мынау қалай тұрады десеңіз, төсегіңіз осылай тұра береді. Просто жастықты былай қоясыз да былай жата бересіз, болды. Ол үшін сізді ешкім ұрыспайды. Енді олай жата алмасаңыз, жата бересіз, ода тұрған ештеңе жоқ. Бұл әдепке сай бір жақсы амалдардан бірі. Сіз бен біздің ата-бабамыз қыбланы теппеген. Одан кейін адам ұйықтағанда шайтан адамды 3 жіппен байлайды. Біріншісі, адам тұрып, ұйқыдан тұрып, таң намазына, яғни бүгін тұрдыңыздар сіздер қазір, альхамдулилля, Құдайға шүкір, өз аяғыммен тұрдым. Халқымызда Құдай қорғымасын деген сөз бар ғой. Құдай қорғымасын деген сөз тап осы деген сөз. Яғни сіздің ерте тұруыңыз деген сөз. Ерте тұруыңыз біреуге талап етпегеніңіз, мен тұрғызшы, мені демеңдер деп, туалетке 4 метр жерде тұрған әжетханаға апарыңдар мені деп, біреуге телміртуден Құдай сақтасын деген сөз. Осыған шүкір айтасыз. Сіз шүкір айтқан кезде шайтанның бірінші байлаған өзелі бірінші жібі сол кезде үзіледі. Екіншісі, сіз дәрет аласыз. Қазір дәрет алған шығарсыздар таң намазына дәрет алған кезде шайтанның екінші жібі түйіні байлауы шешіледі, үзіледі. Үшіншісі намазбен шешіледі. Яғни сізді адамды тұрмасын деп шама келгенше матап тастайды. Сол матауды қазір мына көріп отырған барша мұсылмандар сіздер жырттыңыздар, жеңдіңіздер. Алла сіздерге қуат берсін. Енді ұйықтаған адамды қорқытпаумен сөзімді аяқтағым келіп тұр. Бізде ұйықтаған адамды қорқытатын әдет көп. Түйіп, тұр, танкың кілті қайда, тағысы. Оны күлкіге түсіріп, оны видеоға түсіріп алып, ол есі ауып етіп, кейбір ақымақтар өз әкесін, еркектер өзінің әйелін, немесе жарын, балаларын осылай қорқытып жүргендер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сіздерге сәлем айтады. Кім біреуді немен қорқытса, сол нәрсеменен өзі қияметте қорқытылады деді. Сондықтан біреуге ондай қиянат жасамаңыздар. Алла ниеттеріңізді қабыл қылсын. Бұйырса ертең таңғы сағат осы уақытымызда 4-те және жалғастыратын боламыз. Бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Астана қаласы бойынша таң намаздың уақытысы кіріп отыр. Аллах Тағала отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық берсін, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Міндетті түрде халыққа, елге, барша мұсылмандарға дұға қылуды, соның ішінде біздің атымызға дұға қылуды ұмытпаңыздар.